Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен дүнген шелпегі деп аталатын өте жұмсақ, өте дәмді бір керемет шелпектің рецептісімен сіздермен бөлісетін боламын. Видеоны қарамас бұрын каналыма жазылып қойыңыздар. Ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Ол үшін біз алдымен 300 грамм ұнды өлшеп аламыз. Оған 2 грамм ашытқы қосып, жылы суменен 170 мл жылы суменен қамыр илейміз. Қаттылау қылып илеп ашытып қоямыз. Майдалап отырып илеп алған соң 5-6 сағатқа ашытып қоямыз. Кеште илеп таңға дейін ашытып қойып таңертең пісірсе де болады. Қамырымыз 2 есе болып ашыпты. Енді ашыған қамырды астақтай қалып басып арасындағы ауасын шығарып қоямыз. Онан соң тағы да 300 грамм ұнды өлшеп алып, оған 100 мл сұйық майды қыздырып құйып араластырып аламыз. Сұйық май құйып араластыру барысы видеоға түспей қалыпты. Онан соң оған 1 ас қасық қант және де 1 шай қасық сода қосып 90 мл су құйып тағы да араластырып аламыз. Илемейміз, осылай араластырып алған соң жаңағы ашыған қамырға әкеліп үстіне қосып, екеуін қосып илейміз. Жақсылап отырып екеуі араласып майдаланғанша илеп аламыз. Жақсылап майдалап илеп алған соң енді қамырымызды ұзын шақтап тең бөліктерге бөліп шығамыз. Әрбір бөлігін тағы да ауасын шығарып отырып илеп дайындап қоямыз. Онан соң майды қыздырып қойып қамырды жаямыз. Бірден тағы да қолымызбен илеп отырып арасындағы ауасын шығарып отырып, әрбір шелпекті жасаған сайын осылай ауасын шығарып отырып, оқтауменен жайып шығамыз. Негізі бұны 2 адам жұмыс істеген жақсы, 1 адам жайып тұрса, 1 адам пісіріп тұрады. Қамыр ашып кетпес үшін әр жолы сол тезден әрекет ету керек, әр жолы қолымызбен илеп ауасын шығарып отыру керек. Шамамен осындай қалыңдықты жайып аламыз. Онан соң пышақпенен ұзын қып 2 жағынан кесеміз, тілеміз. Онан соң тағы да ортасынан тағы да осылай тіліп шығамыз. Ортасы томпиып көтеріліп кетпес үшін осылай жасаймыз. Онан соң қызып тұрған майға салып пісіреміз. Орташа отта пісіру керек. Бүршігі шығып, түсі де қып-қызыл болып әдемі болып шығады. Және де өте жұмсақ. Мұндай майлықта емес, жүрекке де тимейтін тойымды шелпек болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.